Саламатсыздар ма студенттер? Бүгінгі кезекті сабағымызды бастаймыз. Қазір сабағымызды бастамастан жіберейін. Алиева Арайлым бар ма? Амырбек Динара бар. Бар. Бекмурзаева Гүлнар бар. Бұзау Гүлден бар. Дарменова Қарина бар. Жұмабаева Айжан бар. Орбасарова Ана бар. Өткен сабағымызда бізде банкке қатысты болғандықтан біз топтен жұмыс жасадық та, білесіңіз, әр топ Форте банк, Каспий банк, Халық банк болып бөлінген болатынбыз. Соны ары қарай біз жалғастыратын боламыз, себебі ары қарай топпен жұмыс жасайтын болғандықтан. Алдыңғы тақырып бізде үй тапсырмасына қайталау жүргізіп кетейік. Жалпы үй тапсырмасы бізге несиенің экономикалық мәні мен маңызында. Несиенің экономикалық мәні мен маңызынан сіздер не түсіндіңіздер, не ұғындыңыздар, қандай түсінік сіздерге пайда болуын пысықтау үшін қазір топ, яғни банктер бір-біріне сұрақ қоя отырып біз пысықтаймыз. Яғни әрбір жауап берген студенттерге мен өзімнің стикерімді беріп сіздерді бағалайтын боламын. Түсінікті ғой да? Ал кеттік. Қай банк бірінші бастайды бізде? Көшбасты бастайды. Бастай қойыңыз, иә? Несиенің қажеттілігі дегеніміз не? Қажеттілігі дегеніміз несие жалпы экономиканың тірегі болып табылады. Экономикада ол басты рөл алады десек те болады. Несиені шаруашылық субъектілерінен басқа мемлекетте, үкіметте, жеке бас азаматтар пайдалана алады. Нарықтық экономика жайындағы несиенің ұйымдастырылуы. Несие жалпы нарықтық экономиканың тірегі болып табылады. Несие нарықтық экономикада несие банк арқылы жүзеге асады. Жалпы несиенің екі түрі бар: коммерциялық және банктік несие. Коммерциялық дегеніміз, яғни бір зат арқылы, тауар арқылы жүзеге асырылса, ал банктік деген ақшалай жүзінде жүзеге асырылады. Және де несиеде жаңа кепілділік болады, және де мерзімі болады. Кейбіреулер 1 жылға дейін алса, 5 жылға дейінгі аралықты қамтиды. Өте жақсы, отыра қойыңыз. Енді Каспий банк тобы қалған екі топқа сұрақ қоямыз. Өткен сағат тақырып бойынша тапсырмасы бойынша. Несиенің шектері дегеніміз не? Дегеніміз несие беруші қарсы алушыға беретін несиесі бойынша несиелік қатынастардың шекті деңгейі. Отырамыз, өте жақсы. Форте банк, енді қалған екі банкке сұрақ қоямыз. Үй тапсырмасы бойынша өткен тақырып сіздің неңіз қоя қойыңыз. Несиенің экономикадағы рөлі. Адам өміріндегі рөлі өте маңызды. Сонымен қатар несие қазіргі уақытта мемлекет тарапынан жалпы өндіріс ашу үшін үлкен мүмкіндік беріліп отыр. Оның бірі мысалға белгілі бір қаржы өндіріс ашу үшін белгілі бір қаржы алып, сол қаржыны төменгі пайызбен мемлекетке қайтаруға болады. Және несиенің көмегімен басқа елдермен, мемлекеттермен мемлекеттермен байланыс нығайтуға болады. Отырамыз, жақсы, өте жақсы. Халық банкі сұрақ қоя қойыңыз. Өткен тақырып бойынша екі топ келеді. Несие мен ақшаның өзара ерекшеліктері. Несие мен ақшаның өзара ерекшеліктері. Ақша бұл сатып алушы мен сатушы арасындағы қарым-қатынас, ал несие қарым-қатынасы қарыз беруші мен несие алушының арасындағы қарым-қатынас болады. Өте жақсы. Каспий банк тобы екі банкке сұрақ қоя қойыңыздар. Тақырып бойынша несиені ұйымдастырудың мәселелері. Банктердің меншікті және тартылған ресурстарына байланысты емес, сол сияқты өз клиенттеріне несиелеуді жүзеге асыру. Өте жақсы, өте тамаша. Жаңа тақырып, өткен тақырыпта біз несиенің экономикалық мәні мен маңызына тоқталған болсақ, бүгін біз жаңа тақырыбымыз несиенің негізгі түрлері. Яғни қазіргі таңда екінші деңгейдегі коммерциялық банктер заңды және жеке тұлғаларға қандай банктың несиенің түрлерін ұсынады екен, соған тоқталатын боламыз. Жалпы жоспар бойынша бірінші сұрақ бізде несие түрлерінің мәні мен маңызы,
Екінші сұрағымыз бізде қарастырылатын несие түрлерінің экономикалық сипаты. Үшінші сұрақ бізде мемлекеттік несиенің түсінігі. Жалпы бұл жерде біз ұғынатын түсінік пайда болатын қазіргі таңдағы несиенің қандай түрлері бар, соған тоқталатын боламыз. Жалпы дәптерлеріңізге түртіп алыңыздар болады, себебі ертең сабақта естеріңізге түсіріп қолданылуыңыз үшін. Несие түрлері дегеніміз не? Несие түрлері дегеніміз бұл оның несиелерді жүктеу үшін пайдаланатын экономикалық ұйымдастырушылық белгілері бойынша ең делдалған сипаттамасы. Жалпы Қазақстанда несие түрлері төмендегідей бізде жіктеледі екен. Бірінші, несиелеу объектісінің экономикалық белгілері бойынша бізде бөлінеді екен. Айналым қаражаттарының қалыптасуындағы берілетін несие. Екінші, несие құрал жабдықтарының қалыптасуындағы берілетін несие. Үшінші, қажет және тауарлық материалдық құндылықтар аясында шұғыл қажеттілікке. Соңғысы өндірістің маусымдық шығынның аясында берілетін несие. Яғни берілу бұл объектісіне байланысты, яғни несиелендіруіне байланысты. Келесі, қайтарылу мерзімі. Білесіздер, несие бар уақытта өзін қайтарымсыз негізде беріледі. Бірінші, қысқа мерзімді, орта мерзімді, яғни ұзақ мерзімді деп айтамыз. Яғни қысқа мерзімді білесіздер, 6 айға дейін, орта мерзімді 1 жылға дейін, яғни ұзақ мерзімде отырғанымыз, уже 1 жылдан жоғары жылдарды айтатын болады екенбіз. Жалпы несиені төлеу тәртібі болады. Білесіз ғой, кез келген несиені алған кезде оның өзінің бір белгілі бір графиктегі кестесі болады. Сол арқылы өтетін болады. Бірінші, бөліп төлеу. Екінші, бір жолға өте төлеу. Үшінші, кезең сайын бір қалыпты өтеу. Яғни бұл жерде барлығы түсінікті деп ойлаймын. Яғни график бойынша бөліп те төлейсіз, или полный жаңағы бірден төлеп тастауыңызға да болады екен, немесе кезең сайын өзі бір қалыпты төлеп отыруыңызға да болады екен. Жалпы тәуекелдік деңгейі бойынша білесіздер, әрбір несиені алғанда немесе кәсіпкерлікті бастағанда бізде тәуекелдік болады. Сол тәуекелдік деңгейі бойынша бізде стандартты, күмәнді, сенімді, сенімсіз, ұзақталу болып бөлінеді екен. Келесі, ақылығы бойынша, яғни білесіздер, несие бергенде кез келген несие пайыз арқылы несиелі өндіріледі. Сондықтан да ақылығы бойынша бірінші қалыпты пайыздық мөлшерлемесі, яғни пайыздың мөлшерлемесі қалыпты болады. Яғни екінші, жоғары пайыздың мөлшерлемесі, пайыз мөлшерлемесі жоғары болады. Үшінші, төмен пайыздың мөлшерлемесі, яғни пайыз мөлшерлемесі төмен болады. Яғни пайызсыз да несие болады екен. Яғни пайызсыз несие көбінесе мемлекет тарапынан шағын және орта бизнестерге беретін субсидияларды айтып кетуімізге болады. Сіздер түсінбей қалмаңыз, банктер пайызсыз қалай беріп, қайдан көреді деген сияқты. Келесі, салық бағыты бойынша несиелердің берілуі, сауда-саттық несиесі болып бөлінеді, өнеркәсіптік несиесі, келесі ауыл шаруашылық несиесі, соңғысы құрылысқа берілетін несие болып бөлінеді екен. Бұл айтқанымыз бәрі несие түрлерінің жіктелуі. Түсінікті ғой да? Келесі, біз ашылатын шот түрлері бойынша, яғни ашылатын шотта отырғанымыз несиені алғанда белгілі бір шот арқылы жүзеге асырылады, осы шотқа сыймай кетіп қалады, сол ақшам деген. Сол түрлері бойынша жай судалық шот бойынша несие, арнайы суда шот бойынша несие, соңғысы несие желісі бойынша болып бөлінеді екен. Келесіне сұрағымыз. Бізде екінші сұрақ бойынша тоқталатын болсақ, несие түрлерінің экономикалық сипаты, яғни несиенің біз түрлеріне енді тоқталамыз. Бірінші сұрақ оның жүктелуіне тоқталған болсақ, енді біз қазір несиенің экономикалық сипаты, яғни түрлеріне тоқталамыз. Нарықтық экономикадағы несие түрлері төмендегідей болып бөлінеді екен. Бірінші, коммерциялық несие, екіншісі банктік несие, үшінші ипотекалық несие болып бөлінеді екен. Осы жерде коммерциялық несиеге тоқталатын болсақ, жалпы коммерциялық несиенің бастапқы формаларына қарағанда коммерциялық несие олардан бұрын пайда болған екен. Себебі коммерциялық несиенің айырмашылығы бұл ақшалай түрде берілмейді. Егер сіз бұл несие көбінесе ауыл шаруашылығымен, мал шаруашылығымен, өнеркәсіппен айналысатын заңды тұлғаларға береді екен. Яғни олардың жаңағы жұмысында, жұмыс
жасау процесінде олардың құрал жабдықтарын алып беруге берілетін несие. Егер мен кәсіпкер болсам, мен теплица ашқым келеді, солай ғой да студенттер? Теплица ашу үшін маған оборудование керек, маған көшеттер керек. Оны бірақ мен несиеге аламын ғой. Несиеге алған кезде банк сразу маған емес, сол сатып алатын жаңағы мекемеге сразу аударып жібереді. Бірақ мен банкке қарыз болып қаламын. Түсінікті ма? Сондықтан да коммерциялық несиеде отырғанбыз, сол алатын затыңыздың ақшасын төлеп береді. Бірақ сіз банкке қарыз болып қалады екенсіз. Мысалы үшін теплица, ауыл шаруашылығы, мына мысалы өндірістегі құрал жабдықтар, мына мысалы ауыл шаруашылығы, мал шаруашылығындағы алатын заттар бар ғой, мысалы малға қажетті қазір ана мал шаруашылығында сиырларды білесіздер, қазір аппаратпен сауат білесіңіздер ғой, солардың бәрін сізге қажет болса, сіз 5 адам жалдағаннан бір аппарат алған сізге тиімді болатын болса, мысалы үшін сіз оны несиеге алуыңызға болады, яғни банк сізге алып береді жаңа магазиндерден, бірақ сіз банкке қарыз болып қалады екенсіз. Сол бізде коммерциялық несие болып табылады екен. Келесі біздегі банк несие. Яғни аты айтылып тұрғандай, нарықтық экономикада несиенің негізгі формасы банк несиесі. Бұл жағдайда несие қатынастарының объектісіне сауданы ақшалай қаржытпен беру процесі жатады. Яғни оның ерекшелігі сіз ақшаны жаңағы несиені ақшалай түрде аласыз. Түсінікті ғой да? Себебі жаңағы құрал жабдықтарға тікелей алып төлеп берді ғой коммерциялық банкте. Ал мына банктық несиеде сіз ақша қаражатыңызды ақшалай түрде алады екенсіз. Жалпы банк несиесі банк қарыз алушының арасында несие келісім шарты немесе келісім бекітілгеннен кейін беріледі. Жалпы банк несиесінің мақсаты негізгі және айналым капиталдар арттыру, маусымдық қорларды толықтыру, халықты несиелеу болып табылады екен. Келесі бізде үшінші несие тұтыну несиесі. Жалпы тұтыну несиесі деп отырғанымыз қазіргі таңда жеке адамдардың, халықтардың арасында ең көп таралған несиенің түрінде айтуымызға болады. Яғни күнделікті үйлеріне қолданылатын микроволновка, телевизор, холодильник, планшет, сотка, білесіз ғой қазір кез келген затты сіз ақшалай емес тауарлай аласыз. Түсінікті ғой да? Яғни сіз жаңа банк сізге емес тікелей соны сутпаққа, мечтаға төлеп тастайды да, бірақ сіз тоже банкке қарыз болып қаласыз. Сол бізде тұтыну несиесі екен. Келесіні өтеміз. Жалпы лизингтік несие 2000 жылдан бері лизингтік несие қолданылып келеді. Лизинг бұл лизинг берушімен өзіне тиесілі құрал жабдық мүлкін, яғни өндіріске қажетті технологиялық машиналарды лизингке алушыға лизингтік төлем төлеу шартымен белгіленген мерзімге пайдалануға беруін қарастыратын жалға беру шарт айтамыз. Мысалы үшін КАМАЗ, автобус, самолеттарды жалға аласыз келісім шарт бойынша. Ол 3 айға ма, 6 айға ма, 1 жылға аласыз да, оны сіз өзіңіздің мақсатыңызға қолданасыз. Сол қолданғаныңыз үшін мекемеге не төлейсіз, аренда төлейсіз жатырсыз ба? Сол бізде лизингтік несие болып табылады екен. Жалпы бүгін өткен тақырып бойынша сұрақ бар ма? Банктық несиенің түрлеріне, оның ерекшеліктеріне, жүктелу объектілеріне жалпы сұрақтарыңыз бар ма, студенттер? Барлығы түсінікті ма бүгінгі тақырып банктық несие түрлері? Түсінікті болса, тақырыбымызды қорытындылау үшін сіздердің түсінік пайда болғандары үшін бағалау үшін қазір 3 банкты тапсырма берем. Әр банк өз бетінше жұмысты сайтта постер қорғап өзіміздің ойымызды жеткізетін боламыз. Яғни 3 банк өздерінің банктерінде қандай банк несие түрлерін қазіргі таңда халыққа ұсынып жатыр екен. Қандай, мысалы үшін Фортеде ипотека бар ма, жоқ па? Каспиде бар ма, жоқ па? Каспиде ипотека жоқ, мысалы үшін да. Мына неде халық банкте бар ипотека. Жаңа өткен банктың қызметтің түрлері бар ма, несиенің түрлері? Қандай түрлері қазіргі таңда сол банктерде халыққа ұсынып жатыр? Сол бойынша постер қорғайтын боламыз. Сіздерге қазір не беріледі, уақыт беріледі, уақытын шектеулі, тездетіп командамен жұмыс жасайтын боламыз. Түсінікті ғой да?
тегін несиелер туралы айтылмақ. Жалпы Каспий банк коммерциялық банктардың бірі, бәрімізге танымал, Қазақстан елінде танымал банктердің бірі. Каспий банкта қазіргі таңда несие алушылардың саны өте көп деп айтсам да болады. Жалпы Каспий банктың несие алу бағытында ең бірінші алушының, яғни Каспий банк оның тарихи мағлұматтарын қарайды, яғни ол адамның жеке дамыйы деп айтамыз. Сол жердегі мысалы басқа банктерден кредит несие алған ба, жағдайының кредит төлеуге деген жағдайы келе ма деген секілді сұрақтарды қарайтын болады. Одан кейін әрбір нақты жағдайда несие тарихының сапасына және төлем қызметіне байланысты шешімді банк қызметкерлері шешімді қабылдайды және де ол SMS арқылы келеді. Бұған банк қызметкерлері қатыспайтындығы туралы айта аламыз. Жалпы сосын Каспий банк кезетінде несие алу жағдайында белгіленген күннен бастап 14 күн ішінде несиені қайтару қажет. Сол аралықта өтеу қажет. Халық банктың максимум көлемі 17% келеді. Несиенің көлемі пайызбен есептегенде 14%-ға келеді. Және де осы несиенің максималды мерзімі 7 жыл. Халық банк жастар бизнесімен кепілсіз жеңілдікпен, яғни ешқандай пайызсыз жас кәсіпкерлерге несие беруге дайын тұр. Және несие берушілердің несие алушылардың, осы банк несие алушылардың жастары жас көлемі 21 жастан 65 жасқа дейінгі аралықта белгіледі. Беруге рұқсат, яғни кепілдіксіз, ешқандай кепілдіксіз 7 миллион теңгеге дейін ғана несие алуға болады. Және оның жалақы критерийлері, ең төменгі критерийлері, яғни 30 мыңнан бастап жалақы алатындарға беріледі. Енді акциялар беретін болса, әр акция 2 ай сайын жүргізіп отырылады. Жалпы Халық банктың қолданушылары жалақы алады, несие алады және жәрдемақы, ипотека алады. Ипотека әр 20 жыл сайын өткізіледі. Корсе банк Қазақстанның ең ірі банктерінің бірі, оның меншікті иесі Утемуратов Болат Жаметович. Банк 2015 жылы 1 қаңтардан бастап жұмыс істеп жатыр. Ол банк жалпы қазір Қазақстанға 20 жылдан астам уақыттан бері қызмет көрсетіп жатыр. Кредитті кімдер ала алады? 21 жастан 63 жасқа дейінгі кез келген адамдар алады және кепіл беруші 18 жастан жоғары адамдар ала алады. Кредитті әрине мерзіммен бұрын төлеуге болады. Кез келген уақытта 2 ай сайынғы төлем бойынша 50 мың теңгеден кем болмауы тиіс. Сол кезде осы банктан Фондбанктың ерекшелігі ешқандай айыппұл салмайды. Және басқа банкте егер қаржыңыз бола тұра, кредит бола тұра, сіз Фондбанктен қайтадан кредит аласыз. Жеке тұлғаларға арналған кредиттер қолма-қол ақшалай кредит 100 мың теңгеден бастап 7 миллионға дейін беріледі. 6 айдан 60 айға дейін, жылына 21,5%-дан бастап. Шұғыл қажеттілікке арналған ақша кез келген мақсатқа қолма-қол кредит 50 мың теңгеден бастап 50 миллион теңгеге дейін, 1 жылдан 10 жылға дейін, жылына 20,5%-дан бастап. Ипотека, жылжымайтын мүлік 50 мың теңгеден бастап 50 миллионға дейін, 5 жылдан 20 жылға дейін беріледі. Тақырыбыңыз сіздерге түсінікті болды деп ойлаймын. Себебі түсіндірген бойынша өздеріңіз постерлеріңізді қорғадыңыздар да. Ендігі үй тапсырмасын жазып аламыз. Үйге қазіргі таңда қандай несие түрлері сұранысқа ие екендігін талдау жасау туралы жазып келетін боламыз. Яғни оған пайдаланатын әдебиеттер тізімін мәлімдеуді және теориялық жағын қарайсызды талдау жағын, ал практикада кішкене деген қарап, банктердің пайыздық мөлшерлемелерін қарай отырып, жанды талдау жасайтын боласыздар. Түсінікті ғой да? Енді бүгінгі сабақты қорытындылай келе, сабақтың барысында сабаққа өте жақсы қатысқан студенттеріміз бар. Барлығына сіздерге мен бағалау ретінде постерлер беріп отырдым. Әр топтағы студенттер өздеріңіздің постерлерді көтерсеңіз, мен сол арқылы сіздерді бағалап алатын боламыз. Өте тамаша. Каспий банктың өте тамаша. Үйлерімізді көтереміз, сіздер бағалау немізді көтереміз. Смайлтерімізді көтереміз, өте тамаша екен.